У нас в Казахстане сейчас назревают выборы Курултая, которые они назвали Курултаем, который, по сути, таковым не является, потому что не представляет интересы всего народа Казахстана. Почему? Потому что в новой конституции у нас уже не будет одномандатных депутатов, будут избираться только по партийным спискам. Недавно мы все наблюдали за вот этим процессом брака между Аманат, Адлет, кто в кого влился. Аманат, получается, в Адлет влился. В общем, там такой получился продукт, который ничем по составу не отличается от того же Аманата. То есть на сцене те же самые люди, те же самые депутаты. Да, там немножечко разбавили такими же лизоблюдами, такими же безвольными, такими же бесстыжими, да, можно сказать, людьми. То есть люди, которые там говорили одно, боролись там якобы за демократию, сейчас вот они входят в Адлет. Я таких людей сам лично не понимаю. И наряду с этим в Конституции, да, была внесена должность вице-президента, что говорит о том, что Токаев, возможно, уйдет в этом году в отставку и оставит все на вице-президента. И тут возникает вопрос, как быть следующему вице-президенту, президенту, скажем, то есть следующий вице-президент, точнее новый наш вице-президент, он будущий президент. Вы вот, Аксакал ретінде, что бы посоветовали этому новому лидеру, пусть даже там связанные с партией власти Адлет, с администрацией президента, все-таки надеемся, он человек, надеемся, его душа казахская все-таки прислушается к мнению общества, прислушается к мнению лидеров. Что бы вы ему посоветовали сделать? Енді өзің жағына айтып кет. Біріншіден, айтқан сөзіңе мен қазір бір жауап берейін. Ана бұрын Отан болды ғой, партия. Содан кейін Нұр Отан болды. Содан кейін Аманат болды. Солай ғой? Вот. Содан 3 рет осы партияның өзгерісі болды. Бірдеңе өзгерді ма? Ештеңе өзгерген жоқ. Сол бір қалпымен жүріп жатыр. Бірақ сол президент. Қанша рет партия өзгерді, бірақ сол президент отыр, мысалы. Президент өзгерген жоқ. Президент өзгермегеннен кейін бірдеңе жаңалық или жақсылық болады деп, мысалы, да, экономикамыз көтеріледі деп мен ойламаймын. Ол қалай болды? Аты өзгереді. Бірақ ешқандай не заты жоқ, не мағынасы жоқ та. Солай болып жатыр да қазір. Айтып жатсың, не айтасың, сол қазір вице-президентке не істеу керек? Мен оған ештеңе айта алмаймын. Неге десеңіз, ол мен айтқан не, сен айтқанына бәрібір ол естімейді. Неге олай ойлайсыз? Мен ойлаймын, потому что енді осы 36 жыл болды ғой мынау жүйеге ше, ол қалыптасып келе жатқанда бір-бірінен. Сол болып жатыр ғой бәрібір. И қазір осы міне бір партиядан қазір міне Адлетке барлығы Адлет деп атын қойды. 4-ші рет уже партияның аты өзгеріп жатыр. Бірдеңе аттан бірдеңе өзгерді ма? Өзгермейді. И міне Адлетке қазір кім кірді? Сол Аманат, Нұр Отан, адамдар 80-дегі ана шалдар отырсы, олар бірдеңе жаңалық алып келді ма? Алып келе алмайды да. Олар соның өзін сана сезіммен қалай болды? Совет кезіндегі коррупция, секретарлер, райком партии, обком партии, бір-бірімен қол ұстасып жүрген адамдар ғой енді. Иә. Бірдеңе өзгерді ма сол совет несімен, ойымен? Ештеңе өзгермейді. Бірақ та оған бірдеңе мынау қазір біз айтамыз президент, вице-президент болады деп. Бірақ енді 36 жылдың ішінде ол осы үйреніп келе жатқан не Назарбаевтың осы жүйемен, не Тоқаевтың несімен бірдеңе өзгерді ма? Ол барлық көріп отыр, ештеңе өзгерген жоқ. Ештеңе де мен тиіш қана осылай жүре берейін. Болды. Әркім қазір осы вице-президент болсын, ол уже тәрбие сол жақтан алған.
тәрбие алғаннан кейін ол уже оның мида уже қалып тұр да, оның тәрбиесі Назарбаевтың да Тоқаевтың ештеңке өзгермейді. Ол Саакашвили қалай келді? Ол басқа жерден келді ғой. Көрдің ба? Ол Грузияда тұрған жоқ қой. Бірақ халық оны қолдады и оның президент қылды. И содан кейін барлығын өзгертті. Или Сингапурдың президенті, ол да мысалы сол жақта тұрса да, бірақ та оның ойы баяғыда келе жатып, өз ойымен ол іске асырды да. А сондай адам әлі Сингапурдың президенті сияқты да, или Саакашвили сияқты бізде әлі жоқ. Мүлден жоқ. Әлі көріп атқан жоқпын да. Сондықтан бірдеңе өзгереді, вице-президенттен оның айтқаны, айтпағаны бәрі бірдей да, ноль. Ештеңке болмайды, өзгеріс те болмайды. Что нам тогда делать? Қалай қазір өмір сүріп жатырмыз ба? Солай сүріп жатырмыз. Сен қазір мысалы, мен қазір халық, бастарымыз көтерейік, ана жүрейік деп все и так далее. Қазір халықты көтерілмейді. Тұрмайды да. Потому что олар даже не то что қорқады. Олар уже ойлайды да, он барған не, бармағанына, істеген не. Желтоқсан болды ма, қаңтар болды ма, қазір қандай өзгеріс болды? Қазір өлтіреді дейді, болды дейді. Одан басқа олардың қолдарынан түк келмейді дейді. Тек қана олар өлтіреді дейді. Сондықтан адамдар бармай шықпайды. И солай енді мына қалыптасқан мына жүйе өтіп жатқан 36 жыл, ол ешқандай өзгеріс алып келмейді.